Ассаламу алейкум достар. Бүгін 18 желтоқсан 21 тай сойылып кетті. Мынау ертең сойылады, соңғы тай. Мен ешкімді ешнәрсе үйретіп жатқан жоқпын, просто өзімнің опытыммен бөлісіп жатырмын. Мен сияқты кісілер болса, давайте маған хабарласыңдар WhatsApp экранда, сіздің де бизнесіңізді түсірейік. Бұл видеода не көресіздер? 22 тайдан қанша пайда қалды, қорытынды айтамын, және де келесі жылға кеңестер болады. Соңына дейін көріңіздер. 4 тайдан қанша пайда екенін өткен видеода айттым. Мыналар 5-ші және де 6-шы болып сойылғандар. 20 қыркүйек күні 285 мыңнан алдым мал базардан еттері орташа. Кішірегі 38 күн тұрды, 38 мың теңге жем шөбінен кетті. Тірідей 360 мыңға саттым. Минус 285 мың өзінің құны, минус 38 мың жем шөбі, қалады 37 мың теңге. Қанша килограмм және де қанша қаз бергенін білмеймін, өткені тірідей алынды, бойнаға дейін апарып бердім. Өкінішке орай ірірек тайды сойған кезде видеоға түсіре алмадым. Бұл промежуточный видео. Бұл 210 килограмм ет берді. Қазысы бір келі 2150-ден саттым. Болады 451 мың теңге. Минус 285 мың өзінің құны, минус 55 күн тұрды, 55 мың теңге жем шөбі, минус 20 мың қасапшы, болады 91 мың теңге таза пайда. Одан видеоларымда 100 мыңдай адам көреді, сондықтан мен де кішкентай қайырымдылық шара жасайын деп жатырмын. Биылғы жылдың символы мына кружка болды ғой. 22 бас досымен бордақыладым, 10 тоннадай жем көтерді. Сондықтан бұны сатамын. Бастапқы баға $100, 90% қайырымдылыққа өтеді. Келесі видеоларда нәтижесін түсіремін. Аукцион, комментарийде өз бағаңызды беріңіздер, және де сізбен қалай хабарласуға болатынын жазыңыздар. 9-шы болып мына қаратай сойылды, іші өсіп кеткен, 290 мың теңге алынған. Бұл жирен 7-ші болып сойылды, 295 мыңға. Өте арғы еді, бұндайларды алмау керек екен, және де қара сияқты іштері ісіп кеткендерді алмау керек екен. Жирен 55 күн тұрды, 210 килограмм ет берді, 2133 теңгеден саттым, 448 мың теңге болады, минус 295 өзінің құны, минус 55 күн тұрды, 55 мың жем шөбі, минус 20 мың қасапшы, бір елі қазы болды, қалада 78 мың теңге пайда. Қараның қазысы шынтақ болды, сондықтан қарын қартасын тегін кетті, 202 килограмм таза ет берді, 2100-ден болады 425 мың, минус 290 өзінің құны, минус 56 күн тұрды, 56 мың жем шөбі, минус 20 мың қасапшы, қалатын пайдасы 59 мың теңге. Осындай. Достар, тікелей фермер болсаңыздар, алып сатар емес, келесі жылға 200-400 бас аламын. Алдын ала келісіп алайық. WhatsApp бар, экранда тұр, хабарласыңыздар. Және де үйде мал ұстамағандықтан мына навесте сатылады. Бұл бүкілі металдан жасалған, 17-де 4 метр, қалыңдық 3 мм, фермалары капитальный. Және де Астанаға инвестор қажет, откорм площадкаға бірінші жыл 200 бас. WhatsApp экранда қазірден бастап келісуге болады. Осымен бірінші партия 8 бас кетті. 25 қазан күні мына 4 басты ұзнаштан алдым. Жуас, және де мына 10 басты малауытный базардан алдым. Бұлар асау еді. Мінекей, мына үшеу 274 мыңнан айланды маған. Және де мына біреу құнан деп 304 мыңға алдым. Бірінші, осы 4 басты тақылдап тастайық, қарқарай 10 басқа өтеміз. Бірінші болып мына көк қасқа сойылды, 27 күн тұрды, 188 килограмм ет берді, 2200-ден саттым, болады 413 мың, минус 20 мың қасапшы, минус 27 мың жем шөбі, қалады 92 мың теңге, қазысы бармақ болды. Алынған кезде еті жақсы еді, тез семірді. Бір аптадан кейін мына қызыл сойылды, 201 килограмм берді, 2150-ден болады 432 мың теңге, минус 304 өзінің құны, минус 34 мың жем шөбі, минус 20 мың қасапшы, 74 мың таза пайда. Бір еліге жақындады, қазы негізі ерте сойылып кетті, өткені дайын мал болмады. Арғарай келесіні бойнаға дейін жетектеп алып бердім, тірдей саттым, 370 мың теңге, қанша килограмм жейіні қазысын білмеймін. 370 мың минус 274, минус 46 мың теңге жем шөп, қалады 50 мың теңге пайда. Өкінішке орай 4-ші тайды дайын болған кезде түсірамадым, видеоға шыққан кезде. Бұл 199 килограмм ет берді, 2100-ден болады 418 мың теңге, минус 20 мың қасапшы, минус 274 мың өзінің құны, минус 48 мың жем шөп, 48 күн тұрды, болады 76 мың теңге таза пайдасы. Қазысы бір елі. Қазір біз асау малды қалай ұстадық, соны көрсетемін. Бізге не керек? Бір арқан 10 метр, екінші арқан 5 метр, бір ноқта және де ағаш.
ағаш бір 2 метрдей бізде. Мына ағаштың басында шеге бар, и кішкене бір 60 сантиметрдей тағы бір шеге қақып қою керек. Бір арқаның шетін осындай күрмелеп байлап қойыңыздар. Жіптің екінші шетін мына күрмеден өткізіп аласыздар. Осындай домалақ лассо болады. Мінекей. Енді бұны 2 шеге орнатамыз. 1, 2. Көрдіңіз ба? Енді болды, жылқыны ұстай беруге болады. Осындай қылып. Жүгезіп мойнына саласыздар, болды. Және де айтатын нәрсе, асалман ұстап аласыз, бір трубаға орағаннан кезде біріншіден ноқтаны кигіземіз. Ноқтаның артынан екінші жіпті мойнынан байлаймыз. Обязательно неге десеңіз, ноқта сыпырылып кетуі мүмкін. Асау жылқы болғандықтан абайлап жасаңыздар. Он екі басты талдап тастадық. Қазір 10 басты тез айтып шығамын. Негізі осындай бос қылып ордақылайтын кісілер болса, маған жазыңызшы, менде өзімде сұрақтар қалды, соған жауап алсам ба деп ойлап жатырмын. 26 бастың ішінен 10 басты таңдап алдым. Негізі менің басты қателігім, қораға кірмедім. Қора адам жүретін жерден бір 10-15 сантиметр биік екен. Алынған кезде, задатық берген кезде арқар сияқты болып көрінді, бірақ шыққан кезде нағыз қандай екенін түсіндім. В общем, қымбат алып қойдым. Жолымен 304 мыңға айланды мынаған бұлар. 13-ші болып нақасқа сойылды. 41 күн байланды. Қазысы бармақ болды. 207 килограмм болды. 2150-ден саттым. 445 мың, минус 20 мың қасапшы, минус 304 өзінің құны, минус 41 мың жемшібі болады. 80 мың таза пайдасы. Кейбіреулерді видеоға түсірмедім, өйткені олар тым бұзық болды. Бұл 14-ші болып сойылған айғасқа шек-қарын тегін кетеді деп келістік. 205 килограмм ет берді. 2100-ден болады 430 мың, минус 20 мың қасапшы, минус 304 мың өзінің құны, минус 41 мың жем шөбі. Бұл да 41 күн тұрды. Сонда 65 мың болады таза пайдасы. Бұның және алдыдағы тайдың қазылары бір елі болды. Мынау ең төмен ет берді. 182 килограмм, 2200-ден. Менде қарын шек еттің бағасымен кетеді. Болады 400 мың теңге, минус 20 мың қасапшы, минус 304 мың өзінің құны, минус 42 мың жем шөбі. 42 күн тұрды. Болады 34 мың теңге таза пайдасы. 16-ші болып мынау сатылды, тірідей сатылды. Бойдаға дейін жетектеп апардым. 410 мың теңге саттым, минус 304 мың өзінің құны, минус 46 күн тұрды. 46 мың жем шөбі. Қалады 60 мың теңге таза пайдасы. Қазысын салмағын білмейді екен. Бойня үйден 1 километр. Артында мына асау жылқы келе жатыр, арқан ұзын. Алдыңғы мен ұстап бара жатқан жақ жуас. Достар, осы мал шаруашылығымен 2-ші жыл айналысып жатырмын. 1-ші жылы қандай мал алдым, қандай пайда көрдім, ол туралы бөлік видео бар, каналда көремін десеңіздер. Және де басты қателіктерім, жылқыны розница бағасымен алдым, өте қымбат қылып. 2-ші қателіктерім, жем шөпті де қымбат алдым. Мысалы, жоңышқаны сентябрь айында алдым 1100 теңгеден. Хотя түктері ауыр болды, міне гүлі шығып тұр. Және де жемді де қымбат алдым. Арпаны 90 теңгеден, бидайды 110 теңгеден. Ұнтақталғаны. Келесі мына бетқасқа 194 килограмм ет берді, 35 мың теңге таза пайдасы. 18-ші болып мынау сойылды, 198,5 килограмм. Пайдасы 53 мың теңге. Екеуінің қазысы бір елі болды. 19-ші сойылған тайдың историясы ұзын болды. В общем, басқа тайды ұстап алдық. Бұл шынтақ болғандықтан шек-қарыны тегін кетті. 196 килограмм общий. Пайдасы 11 мың теңге. Осындайда жағдай болады екен. Соңына қарай видео түсіруге настроение болмады. Сондықтан 20-ші болып мынау көктай сойылды. 210 килограмм тартты. 64 мың таза пайдасы, қазысы бір елі болды. 21-ші мынау қасқа. Бұл вообще жақсы шықты. Қазысы екі еліге жақындап қалды. 205 килограмм, 53 мың теңге таза пайдасы. Соңғы болып мынау сойылды. 190 килограмм ет берді. Таза пайдасы 21 мың теңге. Достар, өткен видеода айттым, күнделікті расход бір басқа 1 мың теңге. Получается, біздің воображаемый доходымыз 22 бастан болады 1 463 мың теңге. Бөлеміз 22 басқа болады 66,5 мың теңге доход бір бастан. Жем шөпке келетін болсақ, общий 980 мың теңге кетті. Шөпке 295 мың кетті, 270 пресс. Тағы да үйде қазір 30 пресстей қалып тұр. В общем, бәрі кетпеді.
Бұл вымышленный доход мынау. Енді нақты доходқа келетін болсақ. Міне, 22 бас алынды, 6 миллион 321 мыңға. Жем шөпке 980 мың кетті. Етпен қанша ақша алдым? 8 миллион 842 мың теңге. Таза пайданы білу үшін ет аламыз, жем шөп аламыз, 22 бас болады, 1 миллион 541 мың теңге. Сонда бір бастан 70 мың теңге қалып тұр. Бірінші жылға енді жаман емес деп ойлаймын, құдайға шүкір. Бір басты ғана 60 күннен асырдым. Достар, соңынан менің ойларым кішкентай қорытынды. Біріншіден, 20 бас деген мектеп оқушыларына ұстау өте қолайлы екен. Біз сияқты ересектер 100 бастан кем ұстамау керек. Екіншіден, бұл бизнеске қызығушылық болу керек. Оңай ақша деп ойлау дұрыс емес, мал деген сізді шайнап жұтып тастайды. Үшіншіден, ұйқыңыз кішкене нашарлайды. Мысалы, мен бірде және түнгі 3-те будильник қоятын, өйткені неше түрлі жағдайлар болды да, болады да. Төртіншіден, орысша дейді, наставник болу керек, білгіш адам болу керек. Әрдайым, әр уақытта білмейтін сұрақтарыңызға жауап алатындай адам болу керек. Бесіншіден, жылқыларды сойған кезде әрине аяйсың. Бұл бірақ өмір, келесіде тек қана асау жылқыларды алуға тырысамын. Алтыншы пункт, қасапшы туралы. Мен ойлаймын, әрбір адам өз ісімен айналысу керек. Мысалы, сіз жылқыны сатуыңыз керек, малшы малға қарау керек, қасапшы сою керек. Сондықтан ақшаны аямаңыздар. Жетінші және де ең бастысы пункт риск туралы. Айтады, малды қолда ұстау керек, жүректе емес. Сондықтан рисковать етуге қорықпаңыздар. 100 бас деген ол фантик сияқты. Мысалы, Алматының любой бір көшесіне шықсаңыз, миллиондаған машина, миллиардтаған теңге. Енді жылқы бордақылау туралы бір қорытынды. Жылқыны 2 ай емес, 3 ай бордақылау керек. Енді сәті келіп жатса қайнатып, ботқа ретінде берсеңіз тіптен керемет, тамаша. Және де мен 2-3 басымды көрсеттім, шынтақ қаз берген. Ондан ұялмаймын, өткені ондай малдарда болады. Зато мен уверен айта аламын, ешбір гормон, витамин салмағаныма. Лучше еттің сапасы жоғары болсын, чем болмайтын бір 2 елі, 3 елі қазы беретін. Болды достар, келесі жылға кездескенше жұмыс істеңіздер, ерінбеңіздер. Өмір деген соғыс дейді, постоянный драка болса, бұл жақсы. Ал диванда жатқан адам өнбейді. Достар, бонус ретінде 7 жасар айғыр, жейтін жемі пісірілген бидай, 6 килограмм пісіріледі, общем. Жартысы азанда, жартысы кешке беріледі. Қазір денесін көрсетем. Мін денесі осындай, 26 күні құдай қаласа сойылады, 1,5 ай тұрды. Бірақ алынған кезінде еті өте жақсы еді. Мінекей, осындай. Ойларыңызды жазып қойыңыздар комментарийде, қанша килограмм ет беретін.